Қайырлы достар, мен бүгін Pinduoduo сайтындағы көп кісі мән бере бермейтін 3 точкамен бөліскім келіп отыр. Қараңыздар, ол үшін жеке кабинетке барасыздар. Осы жеке кабинетте өздеріңіз ұнатқан, яғни избранныйда товарларыңыз тұрады. Міне байқасаңыздар, бірінші тұрған товардың примерінде көрсетейін. Міне мынау менде бірінші избранныйда, яғни мен ұнатқан товары. Жанында байқасаңыздар, міне тіктей төменде 3 точка тұрады, 3 нүкте. Соны бассаңыздар, осылай сіздерге 3 түрлі иероглиф шығарып береді. Осы иероглифтің ішіндегі біріншіге кіретін болсаңыздар, сіздер осы товарды сататын магазинге кіресіздер. Яғни, міне Инс деген магазинге түсе берсеңіз, осы магазиндегі товарлардың тізімі шығады. Және де мына жерде байқасаңыздар, бұл осы магазинде сатылатын 3 топ товар. Міне осылай товардың магазиннің товарларын көруге болады. Неше түрлі, қазір мұндай орындықтар балалардың арасындағы хит деп айтамыз де. Міне мұндай сантиметр бар екен, мұндай күтте жастығы бар екен. Осылай магазин товарын көрсеңіздер болады. Енді артқа қайтсақ, дәл осы магазиннен дәл осы иероглиф, жаңағы 3 точканың ішіндегі иероглифтің енді екіншісі нені білдіреді? Бұл осы товарға ұқсайтын, типі жағынан ұқсайтын товарларды тауып береді. Яғни міне мына біріншісі нагрудник қой, балаға тамақ берген кезде алдына кигізетін. Міне соған ұқсас товарлардың тізімі шығады. Категориядағы, Міне түсірсеңіз, силикон болды, міне мынау жаңағы мата түріндегі нагрудник, тамақтандыруға арналған міне ыдыстар, тағамдар, алдына қойғанға ыдыстар, балаларға арналған товарлар осылай кете береді. Енді осы магазинде, енді осы жердегі иероглиф үшіншісі, ол мына товарды избранныйдан өшіріп тастау дегенді білдіреді. Міне былай бассаңыз, бұл товар сізде жоқ болып кетеді. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер.